екі күміс бақырға шөл далалық тайпа көсем сатып алды. Сонымен шашымды сыпырып тастады да бұтыма лыпа болар мақта байлады. Міне мен осылайша кәдімгі құл болдым да шыға келдім. Сәлем достар, кеше әйгілі саудагер Табасар өзінің бастан өткен әңгімелерін айтып, құл болғаны туралы әңгімені бастаған еді. Ендеше ол қалайша құл болды, оны біз кеше айттық. Енді Табасар құлдыққа сатылғаннан кейін оны бір тайпаның көсемі сатып алды. Содан кейін дереу оның шашын сыпырып, бұтына лыпа болар бір мақтаны байлай салды дағы Табасарды келіскен құл етіп жасап шықты. Ал енді ол келгеннен кейін жаңағы тайпа бастығының 4 әйелі бар екен. Сол 4 әйеліне алдын алып шығыпты дағы мынаны әтек жасаңдардағы біреуің істесіңдер деген ғой. Енді бір ерікті адам үшін оның үстіне бір әйгілі бір шебердің ұлы, сонымен қатар өз алдына бір еңбек жасай алатын адамның бүгін құл болғаны, ал енді сонымен қатар енді әтек болғаны Табасар үшін айтқан кезде үлкен қасірет еді. Алайда ол өзінің басындағы бұл жағдайдан құтылуға ешқашан мүмкіндігі жоқ екен. Алғашында ол енді мүмкін бұл біраз күннен кейін өтіп кететін шығар, мен жақсы болып кететін шығармын деп ойлаған. Әмәлиятта бүгін енді оның алдына әтек болусында осындай бір ауыр хал келген кезде ол өзінің тағдырына шынайы түрде, өзінің осыдан бұрын жасаған жаңағы істеріне шынайы түрде өкінген. Алайда өкінішке ешқашанда дәрі жоқ. Жаңағы 4 әйелдің ешқайсысы да Табасарды аяйын деп тұрған жоқ. Содан бір кезде жаңағы тайпа көсемінің үлкен әйелі сол алыпты дағы бұны түйе бағаушы етіп қойыпты. Енді кейін Табасар онымен әңгіме барысында өзінің құл емес екенін, ерікті адам екендігін, осындай басынан жағдайлар өтіп, жаңағы құл болып қалғанын айтқан ғой. Сонда Сира деген әйел екен жаңағы тайпа бастығының әйелі. Онда сенің жаның кімге тән? Ерікті адамға тән ба? Құлға тән ба? Егер де сен өзіңнің сонау бабылдағы қарыздарыңды өтемесең, немесе өзіңді бір алға итермелемесең, онда сенің еркін жүріп құл болғаныңменен немесе бүгін біреуге ұсталып құл болғаныңның не фарқы бар? Сондықтан адам, әсіресе ер адам, өзінің абыройын ойлау керек. Ал қарызын өтемейтін адамда ешқашанда абырой болмақ емес деген. Сен ойлашы деген. Сенің патшаң кез келген жаумен қандай тәсіл болса да күреседі. Ал сенің дұшпаның ол сенің қарызың. Сондықтан сол қарыздарың сені бабылдан қуып шықты деген. Сол үшін де сен ерлерге тән қайсарлықпенен өзіңнің қарызымен күресуің және оны тізе бүктіріп жерлестеріңнің алдындағы абыройыңды тіктеуің керек деген. Міне осыдан кейін барып талай күндер өткен, кейін деп барып енді бәйбіше осы бір жігіттің жаңағы жанын шынайы түсінгендігі себепті оған бір көмек көрсеткісі келген. Соныменен алыстағы шешем ауырып қалды, соны барып көңілін сұрауым керек деген сылтауменен бірнеше түйеге жаңағы азық түлігін басып шешесіне қарай жүріп отырыпты. Сосын шөл даланың бір жеріне келген кезде айтқан: енді сен өз алдыңа кет, өзіңнің қалаңа бар, бағанағы қарыздарыңнан құтыл, менің саған көмегім осы болсын, мына жерде құлдықта жүрме деген. Егер де сен өзіңнің жаныңды ерікті адамға тән деп қарасаң, онда соны дәлелдейтін сәт келді. Енді өз жолыңа түсті. Құрметті достар, Табасарға тағдыр және де бір рет көмегін көрсетіпті. Ол осылайша сонау жабайы тайпадағы құлдықтан осылайша қашып құтылыпты. Алайда алдағы жол қалай болмақ? Өйткені осынау бір елсіз құмда, оң мен солды парықтау бір қиын далада Табасар өзінің бағанағы туған жері Бабылды таба ала ма? Ол Бабылға барғаннан кейін өзінің тағдырын өзгертіп, бағанағы өзіндегі жанның шын мәнінде ерікті адамға тән екендігін, өзінің абыройын сол айналасындағы достары мен туыстарының алдында тіктеу үшін қарыздарынан құтыла ала ма? Ол сірә қандай жолмен құтылды? Немесе бүгінгі Табасар, бүгінгі бүкіл елге танымалы болған, елге сыйлы болған Табасар қалай қалыптасты? Әңгімеге қызықсаңыз, келер санға назар аударыңыз. Хат қалдыру аймағына 666 цифрын, сонымен қатар өзіңіздің әңгімеден алған әсерлеріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. 点击关注不迷路。